Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді әрі тойымды, ең бастысы қарапайым заттардан тұратын етті пирог дайындаймыз. Қамырына ұн, қаймақ, қамыр қопсытқыш және жұмыртқа қажет. Салмасына тартылған ет, картоп, пияз және тұзбен бұрыш қажет болады. Барлық заттарды қанша мөлшерде қосу керек екені описанияны бассаңыз, соның астында жазылып тұрады. Алдымен 4 бұрышты етіп, пиязды турап, сарғайғанша қуырып аламыз. Үстіне тартылған етті салып, қоңыр түске енгенше оны да қуырып дайындаймыз. Енді үстіне 4 бұрышты етіп туралған картопты саламыз. Картопымыз да жартылай пісуі қажет. Арасында араластырып отырып, үшеуін пісіреміз. Енді үстіне дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Егер де сізге басқа да бір дәмдеуіштер ұнайтын болса, салуыңызға болады. Енді біз қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін жұмыртқаға қамыр қопсытқышын саламыз, үстіне қаймақты қосамыз. Венчиктің немесе вилканың көмегімен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Дайын болған массаның үстіне ұнды саламыз. Ұнды да бір келкі етіп, қоймалжың масса болғанша араластырамыз. Дайын болған массаны пирог пісіретін формаға саламыз. Мен форманы алдын ала сармаймен майлап алдым. Сонда оның түбі жабыспайтын болады. Міне біз енді қамырын саламыз. Шамамен 5-6 қасық салғаннан кейін жақсылап бір келкетіп жазамыз. Үстіне дайын болған салманы саламыз. Сіз салманы алдын ала дайындап, суытып қойыңызға болады. Немесе ыстық күйінде салсаңыз да болады. Барлық салманы салғаннан кейін үстіне қалған қамырды жаямыз. Қамырымыз фарштың бетін жауып тұруы қажет. Және де қалауыңызша кунжут себуге болады. Бірақ ол міндетті емес. 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне бізде осындай өте дәмді болып, көтеріліп, күшті пирог шықты. Осындай қыстың суық күндері жанұяңызға осындай дәмді пирог пісіріп қуантыңыз. Менің каналымнан басқа да бір рецепттер көргіңіз келсе, комментарийға жазып қалдырыңыз. Келесі видеода мен пиццаның рецептісін салатын боламын.